Сәлем құрметті барша менің осы Астанан жағалайық жобасының тұрақты көрермендері, жаңадан қосылып жатқан көрермендер. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың шығарылымы еліміздің барша телерадио арналарының орталығы Қазмедиа ғимараты жайлы болмақ. Біз келіп жеттік, қош келдік. Ендеше аралап, жағалап қайтайық. Отандық телеарналарымызда болатын бағдарламалар осы ғимаратта түсіріледі. Қазір олардың қалай жасалатыны, қалай дайындалатыны жайлы сіздерге кішігірім түсіндіріп өтетін боламыз, көрсететін боламыз. Студия қалай дайындалады, сценарий қалай жазылады, кімдер жазады. Жалпы сіздер көретін, былайша айтқанда, продукт қалай жасалатынын, сіздерге қалай пісетінін көрсетеміз. Қазанда қалай қайнатылатынын. Мысалға, мына жерде топ жарған, жаңадан ашылған бағдарламаның баннері тұр, осы жерде түсіріледі. Өкінішке орай ол бағдарламаның түсірілімі аяқталып қойыпты, жеңімпаз анықталып қойған. Бірақ әліге дейін тұр. Ар жақта түнгі студияның түсірілімі болып жатыр. Міне құрмет көрермендер, дәл осы жерде еліміздің ең танымалы шоу бағдарламасы түнгі студия түсіріледі. Қазақстан ұлттық арнасының жобасы. Қайрат Әділгерей мырзаның орнында отырмын. Бұрын бұл жерде Нұрлан Қоянбаев мырза отырған. Ал мына жерде елбасымыздың өзі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қонаққа келген болатын. Сондай күшті жерде отырмын. Бүгін бізде бағдарламамызда еліміздің танымалы отандық әншісі, сұлу сымбатты Кәмшат Жолдыбаева және де танымалы композитор Қырғызстанның әншісі Мирбек Атабеков болды. Айтпақшы, мына байқасаңыздар, эфирден көрген кезде бағдарламада Қайрат мырза түрлі заттарды алып шығады, арнайы дайындап қояды екен. Көп нәрсе бар екен бұл жақта. Кімге не керек, айтыңыздар бәрін. Мысалы, кубик нардының ба? Қазір. Міне. Барлығы бар. Түнгі студияның арнайы кружкасы. Ішінде. Мә, Қайреке, біз сізді ондай ішеді деп ойлаған жоқпын. Қайреке. Жаңа жылдық түсірілім байқап тұрсаңыздар, арнайы шыршамен. Бұйыртса бізде осы жерге қонаққа келуді нәсіп етсін дейміз. Сол күнге барғым келеді мен. Жаңа жыл құтты болсын. Әлемдегі барлық адамдардың ең қатты асыға күтетін мерекелерінің бірі, мейрамдардың бірі. Әрине ол жаңа жыл. Жаңа жылға қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Қазмедиа орталығында жұмыс тоқтаусыз жүріп жатыр. Күні-түні түсірілімдер, түрлі бағдарламалар, концерттер. Еліміздің танымал жұлдыздарының барлығы осында. Қазір мысалға түнгі студияның түсірілімінің алдындамыз. Мына жерде құттықтаулар түсіріледі. Міне арнайы аппараттар, камера, міне баннер тұр түнгі студияның. Шай ішіп жүрген қыздар бар. Түнгі студия бағдарламасының түсірілімі Қазақстан ұлттық арнасының жобасы. Мына жерде әншілер келіп, бүйтіп, жоқ, керек емес. Стакан ұстамай қойсын, жайлы осылай ғана просто естіп тұрады да. Осы жерде мына фонда елка, мына жер қарап тұрсаңыздар кіре беріс, бірақ арнадан басқаша көрінеді. Жаңа жылмен құттықтайды. Мысалға былай. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді кіріп келе жатқан 2019 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір отбасыға жақсылық, қуаныш, бақыт, кішкентай іңгілеген балалардың дауыстары естіле берсін, жұмыстарыңыз алғаласын деген сияқты тілектер түсіріледі жалпы. Менің өзім тілегім сіздерге осы.
Аумағы 75.500 шаршы метрді құрайтын Қазмедиа орталығы Қазақстандағы барлық медианың хабар таратуын сапалы болуына жауапты жалғыз технологиялық алаң. Орталықтың басты мақсаты студиялармен қамтамасыз ету, бейне және аудио материалдарды басқа форматтарға ауыстыру және хабар таратушыларға сигнал жіберу болып табылады. Дәл қазір менің жанымда жүрген кішкентай балақайлар, іні қарындастарымыз Балапан телеарнасына кастингке келген. Қазір мына студияға кіріп, запись жүреді, режиссердің кастингінен өтеді, өздерінің өнерлерін көрсетеді, ойнап жүр бір-бірімен дайындалып. Көңіл күйлері күшті екен. Қазір көрейік қандай кастинг болатын, қандай бағдарламаға екен. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Есімің кім? Бағдәулет. Бағдәулет? Бағдәулет. Кастингке келдің ба? Аға. Жасың қаншада? 5-те бар. 5-те? Басайын деп Молодец. Қарап тұрам. Бірінші рет келіп тұрсың ба кастингке? Бірінші рет. Қандай бағдарлама бұл? Атын білесің ба бағдарламаны? Білмейсің ба? Дайынсың ба? Не деп айтасың? Жанығын айттым. Маған айтпыш, бізді көрермендерге. Қалай айтасың? Мүмкін біздің бағдарламаға аламыз сені жүргізуге. Айтып берші. Қазақстаным, отаным, шалқыған чатық арнасы, тәуелсіз елден ораным, шалқыған чатық арнасы, елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіт гүл әнім шырқалсын. Бақытты елім, шақытты жерім, түлкі сені сақтасын. Бақытты елім, шақытты жерім, түлкі сені сақтасын. Тәуелсіз елден ораным, қырандай көкке самғасын. Көк туым менім желбіреп, тоғырым мәңгі таймасын. Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіт гүл әнім шырқалсын. Бақытты елім, шақытты жерім, түлкі сені сақтасын. Бақытты елім, шақытты жерім, түлкі сені сақтасын. Ой, бәрекелді. Молодец. Кән тағы да 5-те кел. Сенде де бар ма? Кеше сен келбетін арман боданна боғауандықтас келді. Бабалардың бас тігіп байгеге, аналардың занарын дас бердім. Уа, еркіні қос келді. Молодец, жарайсың. 5-те кел тағы да. Екеуің де кастингтен өтіп кеттіңдер, жарай ма? Сосын сендерді барша біздің арналарымызды көрейік. Жұлдыз болыңдар, жұлдыздарың жансын. Осындай талантты жастардың мүмкіндігін ашатын, жұдық сәтін ашатын осы Балапан телеарнасына қазір кастинг жүреді. Балдар сақадайсай, дайын, бұйыртса отандық арналарымыздан болашақ жұлдыздарды көретін боласыздар. Ал біз Қазмедиа орталығын әрмен қарай жағалайық. Қазмедиа орталығы ғимаратында киноконцерттік зал да бар. Оны қазір іштағынан көрсетейік сіздерге. Кіріңіздер. Бұл киноконцерттік залда 888 көрерменге арналған орын бар. Бұл жерде еліміздің мақтанышы әлем чемпионы Геннадий Головкиннің ойынын бір адамдай болып тамашалаған болатынбыз. Бұл залда еліміздің ұлттық арналарында көрсетілетін көптеген танымалы бағдарламалардың
түсірілімдері жүріп өтеді. Арнайы концерттерден бөлек жиналыстар, ресми форумдарда өтіп жатады. Биіктігі 102 метр 22 қабатты ғимараттың бірінші қабатында телестудиялар орналасса, ал ұзын мұнарада әкімшілік пен шығармашылық топ отырады. Орталықта айтарлықтай барлық телеарналар жұмыс жасайды. Жаңа видеоның барысында айтып кеткен болатынбыз. Мысалға бұл жерде Хабар телеарнасы, Қазақ ТВ, Казспорт, бірінші Евразия арнасы, Атамекен бизнес телеарнасы, Қазақстан ұлттық арнасы, Балапан ТВ, 24 Хабар, Астана ТВ арналары осы жерде жұмыс жасайды. Ал қалған телеарналар өздерінің жеке ғимараттарында жұмыс жасайды екен. Айтпақшы, құрметті достар, естеріңізде болса, осыдан шамамен 10 жыл бұрын осындай камералармен мынандай мына жерге үлкен батарейкасын, аккумуляторын салып қойып, өйстіп той түсіретін еді ағаларымыз. Бүйтіп қойып, бүйтіп көзін бір көзімен бүйтіп қарап. Ал қазір біздің менің видеографым шамамен осындай фотоаппаратпен видеоға түсіріп жатыр осы бағдарламаларды сіздерге көрсету үшін. Бірақ біздікі мынадан күштірек. Құрметті көрермендер, видеоның барысында өздеріңіз байқағандай, Қазмедиа орталығында бұл ғимаратта келушілерге, қонақтарға, жұмысшыларға барлық жағдайлар жасалған. Кофейня, асхана, түрлі дүкендер, автотұрақ барлығы қарастырылған. Біреу білсе, біреу білмейді, Қазмедиа орталығының ішінде арнайы гүл сататын дүкен бар. Егер де сіздер бағдарламаға қонаққа келсеңіздер, біреуге гүл ұсынғыларыңыз келіп, жақын жерден таппай жатсаңыздар, осының ішіне келіп, осы дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Ал мына жерде режиссер бөлмесі деп атайды. Бұл жерде арнайы пультпен режиссерлар, звукооператорлар, звукорежиссерлар басқарып отырады, арнайы сигнал беріп отырады, құлағындағы микрофонға арнайы сөйлеп, сигналдар беріп, мына жерде қазір арнайы түсірілім жұмыстары жүріп жатыр. Балапан телеарнасының түсірілімі. Қазмедиа орталығында 10-ға жуық канал жұмыс жасайды. Сонымен қатар 3 радио жұмыс жасайды. Бастапқы кезде енді біз ең бірінші осы Қазмедиаға барлық телеарналарды қосқан кезде қалай болады екен деген бір қызықты ойлар болған. Қазір керісінше бары бір жерде өте жақсы, жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Сонымен қатар өзінің концерттік залы бар. Кезінде осы жерде талай жайдарман сайыстарын ұйымдастырдық, бірнеше жобалар түсірілді. Қазір Қазмедиа орталығының концерттік залы осы қаламызда танымал залдардың бірі. Енді не айтуға болады тағы да, бұл жерде сонымен қатар бірнеше шығармашылық бірлестіктер жұмыс жасайды, яғни аутсорсингтік бағдарламамен айналысатын. Бұл жерде бір мезетте бірнеше телевизиялық танымал жүргізушілерді көруге болады. Сонымен қатар осы Қазмедиа орталығына жиі экскурсия жасап келіп тұрады. Әсіресе мына еліміздің өңірлеріне келіп, арнайы осы жерлерде экскурсия жасауға болады. Сонымен қатар, мысал үшін, тағы бір айта кететін жағдай, үлкен мынау шоу бағдарламалар, үлкен жаңағы бір проектілер, жобалар осы Қазмедиа орталығында жасауға болады. Бұл жерде бірнеше студиясы бар, шағын студиялары бар, үлкендеу студиялары бар дегендей. Жалпы барлық жағдай жасап қойған. Өзінің жаңағы кішігірім ресторандары, мынау тұрмыстық, жаңағы тұрмысқа лайықты көптеген үйлер бар. Гүл сататын дүкендері де бар екен. Концерттік бағдарлама келген кезде әншілерге танымал болуға
сізге де сыйласақ болады екен. Жаңа үлгермедік алып. Енді бір сұрағым келіп тұрғаны, бізде жаңадан ашылған Тамаша ТВ телеарнасының директор болып тағайындалғаныңызбен құттықтаймын, біріншіден. Енді сол телеканал жайлы кішігірім айтып берсеңіз, қалай жұмыстар жүріп жатыр, не түсіресіздер бұйыртса осы Қазмедиа орталығында? Тамаша ТВ телеарнасының жаңа бағдарламалары наурыз айынан басталады. Келер жылы қаңтар, ақпан айларында бағдарламалар түсіре бастаймыз. Енді басым көпшілігі Алматы қаласында болады, бірақ Астана қаласында да танымдық бағдарлама аралық бағдарламалар түсіреміз деген жоспарымыз бар. Концерттік Қазмедиа орталығының концерттік залында пайдаланамыз. Бұл жерде енді көбіне осы лайт-шоу, скетч-шоу, скетч-ком бағытындағы, сонымен қатар танымдық, ойын-сауықтық, интеллектуалдық ойындар болады. Енді сараптамалық да бір бағдарламамыз болады. Енді ол сараптама болған кезде қазіргі біздің елімізде болып отырған мынау кинофильмдерге байланысты, туындыларға байланысты өзімізше талдаймыз, таңдаймыз дегендей. Жалпы енді оны қазір бүге-шүгесін сізге айтпай қояйын, себебі жоқ, құпияда емес, енді ертең эфирге шыққаннан кейін бірге көріп тамашалайық. Ал бұл сахнада елімізде жақында ашылса да өз орнын тауып үлгерген отандық ұлттық арна, Қазақстан ұлттық арнасының шаңырақ бағдарламасы түсіріледі. Жаңа ғана еліміздің танымалы жұлдыздарының бірі Жұлдыз Абдукаримова ханым өзінің кезекті шығарылымын түсіріп аяқтап бітті. Сосын біз келіп сіздерге арнайы көрсету үшін түсіріп жатырмыз. Осы жерде осындай студия, арнайы камералар жұмыс жасайды, ең соңғы технологиялар барлығы керемет, әдемі. Міне мына жақта тағы да Таңшолпан бағдарламасы және де Жан жылу бағдарламасы қамтылған осы студияда, барлығын түсіріп үлгереді. Осындай. Негізі құрметті көрермендер, кез келген бағдарламаны түсіру үшін үлкен команда жұмыс жасайды, сондықтан да көріп жатқан бағдарламаларыңызды бағалаңыздар. Қазмедиа орталығы елордамыздың сол жақ жағалауында орналасқан еліміздің мақтаныштарының бірі. Бұл ғимаратта нағыз креативті сахнаны, телеканалдарды, жалпы телевидениені, камераны сүйетін жандардың барлығы осы жерде тоғысқан және де соңғы технологиялардың тоғысқан орны. Еліміздің мақтаныштарының бірі Қазмедиа орталығында орналасқан отандық телеарналарымыз сіздерді алдағы уақытта өзінің көптеген жаңа жобаларымен қуантады деген сенімдеміз. Сіздермен бірге болғанмен Шыңғыс Қожабеков, бұл Астананы жағалайық жобасы, бізбен бірге болыңыздар. Аман сау болыңыздар.